Егер сіз ақшаны жай конвертке салып сыйлағыңыз келмесе, онда осындай креативті букет жасаңыз. Ол үшін бізге біркелкі купюралар, скотч, қайшы, бірнеше файл, шпажкалар, букет орауға арналған қағаз, кішкене кусок пенопласт және жақсы көңіл күй керек. Олай болса бастайық. Ең алдымен купюраларды дайындап алайық. Бір файлдың ішіне шамамен 3 купюра сияды. Ақшаны файлға салып, шетінен аккуратно қырқып аламыз. Яғни ақшаны қаптаймыз. Ол бізге купюралардың жыртылмай оралу үшін қажет. Ашық жерлерін скотчтың кішкентай кусогымен жапсыруды ұмытпаңыз. Ал сіз өзіңізді таң қалдырған ерекше осындай бір креативті сыйлық алып көрдіңіз бе? Төменге жаза кетіңіз. Бәлкім сондай сыйлықтың жасалу жолын алдағы видеоларда бірге үйренетін болармыз. Міне, ақшалар дайын. Енді бұлардан гүл шоқтарын жасаймыз. Ақшаның дәл ортасынан шпажканы қойып, оны скотчпен бекітіп алыңыз. Содан кейін ғана ақшаның өзін орап, гүл шоғын жасап, оны жапсырып алыңыз. Осылайша бар ақшаңыздан гүл шоқтарын жасап алыңыз. Енді дайын болған гүл шоқтарыңызды пенопластқа сайып, әдемілеп букет жасаңыз. Мен 2 түрлі купюраларды қолданғандықтан ортасына 5 мыңдықтарды, ал шеттерінен 10 мыңдықтарды сайып шықтым. Достар, алдағы уақытта осындай пайдалы видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Жіберіп алмас үшін каналға тіркеле отырыңыздар. Ол үшін төмендегі подписаться батырмасын бассаңыздар жеткілікті. Осылайша гүл шоқтарыңыздың барлығын пенопластқа орналастырып болған соң, букетіңіз шашырап тұрмас үшін төмен жағынан скотчпен бір орап қойсаңыз болады. Фантазияңызға қарай арасына осындай түрі гүл шоқтарын қоссаңыз болады. Ол сіздің букетіңізге ерекше көрік береді. Ең соңғы этап бұл букетті орау. Букетіңізді бір ғана түсті қағазбен орасаңыз да болады, немесе осылай бірнеше түсті комбинировать етіп орасаңыз да болады. Міне, ақшадан жасалған букетіміз дайын болды. Мұндай ерекше сыйлық таңғалдырмай қоймасы анық. Достар, видео пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыздар.